Құнанбай Абайдан мықты болған. 2015 жылы Құнанбайға Аңыз адам журналы арналды. Сонда мынандай дүние айтылады. Кенесарыны ұстап беру үшін патша айтады, қазақтардан бір адам бар ма, көмектесіп беретін дейді. Сонда Құнанбай айтады, мен көмектесіп беремін дейді Кенесарыны ұстауға. Бірақ та оның қулығы мынада болған. Патша үкіметінің адамдары қай кезде Кенесарының қай жерде отырғандығын біліп қойған кезде Құнанбай өзінің адамын жіберіп Кенесарыға айтқыздыртып, Кенесарының қашып кетуіне әрдайым себепкер болады екен. Содан бір жолы Кенесарының сарбаздары намаз оқып жатқан кезде патша үкіметінің адамдары солардың үстінен түседі. Сол кезде Құнанбай айтады, жоқ, қазір сіздер тиіспеңдер, өйткені намаз оқып жатқан кезде тиіссеңдер бүкіл мұсылман халық сендерге қарсы шығады дейді. Сондықтан тоқтаңдар дейді. Солай тоқтатып қояды, бірақ Кенесарының сарбаздары соны аңдып дайын отырған жігіттер жаңа намаздарын оқып қашып құтылып кетеді. Кейін 2 жыл бойы сол Кенесарының соңында жүреді, бірақ Кенесарыны кейін қолға түсіріп, басқа жолдармен патша үкіметі қолға түсіргеннен кейін Құнанбай айтады, мен сіздерге 2 жыл малымды арнадым, уақытымды арнадым, сіздердің тараптарыңыздан қандай жақсылық маған болады дегенде, патша үкіметі Құнанбайға Харунжи атағын берген, яғни Қазақстанның 1/3 бөлігін басқаруға рұқсат берген. Құнанбайдың өмірінен бүтін бір сериал түсіруге болады. Өте қызық өмірі. Бала кезінде бұл, яғни бір рет өлімнен қалады, одан кейін жігіт шағында бір рет өлімнен қалады. Бала кезінде жаңағы өзінің, бұның бір ағасы, бір әпкесі, бір қарындасы болған, және де бір ағасы болған. Осы ағасы екеуі қатар ауырады. Сол кезде Өскенбай ағасын емдемекші болады. Сонда Зере жаңағы анасы айтады, мен түс көргенде жаңағы Құнанбайды аман алып қалу керек деп. Содан Құнанбайды емдеп алып қалады, ағасы дүниеден өтеді. Екінші рет жаңағы аман қалуы, ол Торшолаққа отырып малды айдап кеткен адамдарды ұстаймын деген кезде дәл осындай жағдайға тап болады. Бұнда жаңағы жау бұның арқасына жаңағы найзағын қадап кетеді. Сол найзаның орнынан жаңағы қан сауғалап жатқан кезде жігіттер келіп ауызбен қан сорып отырып, жаңағы киізді қыздырғанға дейін ауызбен қан сорып отырып, сосын киізді басып аман алып қалған екен. Өскенбай Құнанбайдыға ағанастың қызын алып бермекші болады. Сонда осы үйлендіреді, және де ағанас өте бай адам болған. Ал Өскенбай елдіге билік, әділдік айтып жүргенмен соншалықты байлығы болмаған. 30 шақты жылқысының жаңағы 12-сін Құнанбайға өзіне жеке отау болған кезінде бөліп береді. Кейін Құнанбай өзінің жеке отау болғандығын айтып, ағанасқа атасына барады ауылына. Сол кезде ағанас би жаңағы Құнанбайға жеке отау болдың деп, оған мал береді, жаңағы жазшыға 100 қойыңды жіберем, үйлеріңді тасу үшін 6 түйе береді, жаңағы әйелі мен жаңағы Құнанбайдың өзіне жеке міну үшін мықты бір жылқыдан береді. Сосын айтады, сұрайды, жаңағы өзіңнің сұрағаның бар ма дейді. Сонда Құнанбай айтады, мен дейді сіздің торшолағыңызды алсам дейді, соны сұрай келдім дейді. Торшолақ деген ол сол кезде бәйгенің алдын бермеген тұлпар болған. Сонда ағанас жаңағы қарсы болады, бұны бермеймін деп. Сонда әйелі сұрайды, неге сен жалғыз қызыңнан аядың ба деп. Сол кезде айтады, бұл Құнанбай қазір тобықты елі елмен жауласып отыр. Құнанбай бұны қазір жауға шабады. Жауға шапқан кезінде бұны мерт қылады дейді. Жаңағы Құнанбайды бұл жылқы мерт қылады дейді. Құнанбай бірақ та ештемені нетпей, малды алмай сыртқа шығып кетеді. Шығып кетіп қалады. Сол кезінде соңынан адам жіберіп қайтарып алады да. Құнанбайға ағанас айтады, сен дейді маған серт бер дейді, ант бер. Бұл жылқыны сен жаңағы бәйгеге, тойға, қызыққа мінемін деп ант бер. Соғысқа, жауға шабуды қанда мінбеймін деп айтты. Солай Құнанбайдан сөзін алып жылқыны береді. Бірақ та бір жолы Құнанбайдың ауылындағы малды айдап кеткен кезінде Құнанбай
есік алдында байлаулы тұрған торшалаққа отыра салып, жаудың жұмалдайдып кеткен адамның соңынан шабады. Ауылдың адамдар, ауылдың жігіттері бірге шабады, бірақ та торшалақ өте жүйрік болғаннан кейін алға шығып кетеді де жаңағы малды айдап әкетіп бара жатқан жаудың жетіп алады. Сол кезде жігіттер оны танып қояды да торшалақ тартып алу үшін жаңағы ортасын өздері былай келе жатады да ортасын ашып жіберіп, Құнанбайды алға шығарып жіберіп, артын жабады да Құнанбайға жабылып жаңағы тартып алмақшы болады. Сол кезде жаңағы найзаны қадайды, бірақ та Құнанбай жерге жатып, жерге түсіп, торшалақтың басын бұрап жерге құлатып, үстіне өзі жатып алады. Сол кезде ауылдың адамдар келіп құтқарып қалады. Тағы бір қызық дүние, Құнанбай 15 жасында өте әйгілі балуанға айналған. Бұл алдын бермеген, кіммен күрессе де жеңген болған. Сол заманда Сеңгірбай деген балуан болған. Сол балуанмен Құнанбай жаңағы күресіп көргісі келеді. Және де күресіп көрейін десе, оның жасы үлкен, екіншіден оның өзі бір туыстас адам болып келеді. Сосын Құнанбай келеді де Сеңгірбайға айтады, күресейік дейді, бірақ кім жеңсек те мен сізге жаңағы ат шапан берейін дейді. Және де кім жеңгенін айтпай қояйық ешкімге дейді. Содан бұлар жасырын күреседі. Құнанбай жаңағы ат шапанын береді, бірақ та осы күнге дейін ешкім білмейді кім жеңгендігін.